ұйқысын қандырып отырсың, қараш, ішіп жеп, тамағың тойса болды ғой саған. Тырық тырық не рума тиіп отырсың, замза. Сен ерткенше ана 3 жасар әләкайды ерткен жақсы, сенен пысық. Кімге ұқсап алаңғасар болдың? Түнімен ұйықтамадым, уайымдап пойызда. Түнімен уайымдап шықты ғой. Я. Сені мінді дегеннен водительге 3 рет звондады ғой, тапсырып, 4 есігін бірдей құлыптап қой деп. Түсірме, тіпті туалетке түсірме деді ғой. Кіндігіңді дұрыс адам кеспеді ма? Үйге кілең жақсы адам келеді ғой негізі. Көкембай бүкіл ақыны бар ма, жазушысы бар ма, айтыскерлері бар, әншілері бар, соларды күтетін еді ғой үйге келіп. Енді дұрыс адам бұйырмаған ғой саған. Капец, осы апам емес па, баяғыда үйге келген кезде ше аузымызға түкіртетін. Сол не әдет десе айтпақшы, я келген адамның бәріне түкірте беретін еді ғой біздерге, білесіңдер. Осы Күлән апа ғой сол кезде бастап алып, ойбай берген, пәленше саған ұқсасын, ойбай түгенше саған ұқсасын деп кезек шақырып түкіртетін еді ғой. Гүлсезім саған ана прокурор ма біреу түкіріп еді ғой. Мұғалім болып жайыңа кетті. Ол бала маған күлмей ақ қойшы. Саған ше, саған да түкірді ғой. Саған ойбой, ақын, айтыскер, тіл шеше түкірген, батасын беріп, натурыңды көрсе апам жарықтық жылайтын шығар. Түкірген қоя берші, батасынан обал болды ғой. Не тұр мынау енді? Саған түкірді ма сол ақын? Қысқа сен түкіріпті дұрыс ұстамағансың ғой, тілің астында. Сәл ұстап тұруың керек еді, тамырға тигізіп, бірден жұтып қойғансың ғой, сосын әсіретпеген ғой. Мынау жүрісің, екі сөздің басын құрай алмай. Сол ақынға ұқсап жүретін едің. Қысқа сендердің ауыздарын қайта элита болған ғой. Ана ақыныма нормальный адамды түкірген. Бізге ше қысқа мусорный ящик болған ғой менің аузым. Кез келген шопыр бар ма, бәле матары бар ма, бер жағындағы, ар жағындағы. Кірен қоқыс соқылдар түкіріп кете берген қасы. Жүрсінсің ау енді ән күдік болып, алаңғасар болып. Елдері мақтадай, жүр алмаймыз мақтамай, тіл көзіңнен сақтағай. Гүл әпшем ау гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, бек красавица.